Bir кездері бір-біріне жақын болған екі адам. Енді оларды тек суық үнсіздік байланыстырып тұр. Желдің әлсіз лебі олардың арасындағы алыстаған сезімдерді ғана күшейткендей. Ерланның ішінде жиналған ашу сыртқа шығуға шақ тұр. Даусын тежегенімен, сөздерінің салмағы ауыр. Бәрін сот арқылы шешпек пе? Басқа жол шынымен қалмады ма? Айдана сабырлы көрінеді. Бірақ бұл тыныштықтың артында ұзақ күрес, шаршау мен үміттің сөніп бара жатқаны жатыр. Ол бұл шешімге бір күнде келген жоқ. Балалары үшін дұрыс жолды таңдауға мәжбүр болды. Ерланның даусы енді ашуға толы. Ол балаларды бермейтінін кесіп айтады. Бұл енді тек дау емес, бұл өз дегенін дәлелдеуге тырысқан адамның соңғы қарсылығы. Полның әр қимылы оның ішкі күйзелісін айқын көрсетеді. Үй туралы сөз қозғалғанда, бұл тек мүлік емес екені анық. Бұл олардың өткен өмірінің белгісі. Бірақ Айдана үшін ол әлдеқашан өткен. Ол көз жасын жасырып шешімнің өзгермейтінін көрсетеді. Бәрі заң бойынша шешіледі. Ерлан мысқылдай күледі. Ол әлі де күшке, танысқа, ықпалға сенеді. Оның сөздері қорқытуға ұқсайды. Бірақ бұл өз әлсіздігін жасырудың бір жолы ғана. Айдана тоқтамайды. Қорқыныштан жоғары тұрып, ол анық айтады. Бұл жолы бәрі заңмен шешіледі. Ол бұрылып кетеді. Айдана Ерланмен келіспей, жарнамадан Кодекс заңгерлік компаниясының мекенжайын тауып, сол жаққа барады. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы заңына сәйкес, балалардың мүддесі бірінші орынға қойылады. Көп жағдайда кішкентай балалар анасының тәрбиесінде қалады. Екіншіден, егер үйді сіз неке қилғанға дейін сатып алған болсаңыз, ол сіздің жеке меншігіңіз болып есептеледі. Күйеуіңіздің оған таласуға заңды негізі жоқ. Айдана. Яғни ол үйді бөлісе алмай ма? Еркін, дәл солай. Бұл мүлік ортақ мүлікке жатпайды. Ал балаларға қатысты шешімді сот олардың жағдайын, жасын және сіздің қамқорлығыңызды ескере отырып шығарады. Рахмет сізге, біршама көңілім орнына түсті. Сот залында тыныштық орнады. Іс материалдары мұқият зерттелді. Айтылған сөздер, ұсынылған дәлелдер барлығы таразыға салынды. Соттың қорытындысы айқын болды. Тараптардың бірлесіп өмір сүру енді мүмкін емес. Отбасын сақтау жолы таусылған. Осыны негізге ала отырып, заң талаптарын басшылыққа алған сот шешім шығарады. Талап қоюшы Айдана К-ның жауапкер Ерлан А-ға қарсы некені бұзу туралы талап арызы қанағаттандырылады. Айдана К мен Ерлан А арасындағы неке бұзылды. Ал жауапкер Ерлан А-ның жылжымайтын мүлікті бөлу туралы талабы қаралды және қанағаттандырусыз қалдырылды. Сот бұл мүлікті бөлісуге жатпайды деп таныды.